Меренговый рулет дайындаймыз. Ақуызды жақсылап миксердің көмегімен көпіртеміз. Қант қоса отырып, 2 есе ұлғайғанша, аппақ болғанша көпіртеміз. Шымшым лимон қышқылын, кукурузный крахмал қосамыз. Миксермен араластырамыз. Формаға пергамент қағаз төсеп, массамызды салып, тегістеп шығамыз. Кремін дайындаймыз. Сливки творожный сыр қантты жақсылап миксерлейміз. Қалташаға салып, алып қоямыз. Дайын болған меренгамызды пергамент қағазға аударамыз. Кремін бір келкі жағып шығамыз. Арасына тосап немесе жеміс жидек қоссаңыздар болады. Қолымыздың көмегімен рулетімізді ораймыз. Бетіне кремді осылай жағып шығамыз. Қалауымызша сәндейміз. Бізде осында ең дәмді рулет шығады. Ас болсын.